әкімдерге керегі 2 жылғы нәтиже. Өйткені себебі 2 жыл қызмет атқарып, мынаны істеп кет, мынаны салып кет. Ағаны 30 жылдықты ойлайтын әкім бізде жоқ. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Қайырлы күн. Бүгінгі Ақ Жол партиясының шаңырағына, Ақ Жол партиясының студиясына келіп отырған қонағымыз Қайнар Олжай ағамыз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, публицист, журналист, кезінде ел аузынан түспеген 1001 мақал деген екен, солай болған, тіл, сөз мерген, ілік септігі, келбет сынды бағдарламалардың авторы, қазақ журналистикасының метрі Қайнар Қалиақпарұлы Олжай ағамыз. Қайнеке, қош келдіңіз. Рахмет. Біздің Ақ Жол партиясының депутаттары осы жақында осы діни ағымдар туралы депутаттық сауал жасады. Бүгін кеше бісмілләсі аузынан түспеген, кимешек киген апаларымыз, жүрегінде аузында иманы бар аталарымыз өмір сүрді. Бірақ дәл мынандай азынап жаңағы тиктоктан, тікелей эфирден ешкім уағыз айтпайды. Үлкен ақсақалдардың өздері өзінің жаңа ақылын болмаса уағызын тыныш қана отырып бір жиында ел жиналған жерде айтатын еді. Бірақ бүгін қарасаңыз бет табақтай жасы жас, бірақ әртүрлі жаңағы сарында, өзіңіз естідіңіз ғой, өзінің тоқалын сыйлық ретінде тартқан, сосын басқа елді жаңа тәңірші деп, енді мысалы бұрын тәңірім деген кезде біздің үлкен аталарымыз, апаларымыз, ол ауызекі сөз бір жаратушы, бір Алла деп солай сөйлейтін, ешқандай оның бір бөліну жоқ болатын. Қазір қарасаңыз, дұрыс айтып отырсыз, мына қоғамды бөлудің бір амалдары сияқты. Мысалы, қап-қара жамылып, мен ешқашан бала кезімнен енді Совет одағынан бастап біз бірталай, біздің басымызға да бірталай дүниені көрдік қой, Совет одағынан бастап бүгінгі жағдайға дейін. Қап-қара жаңа киімге оранған ешкімді көрген жоқпыз. Дегенмен бірақ өзіміздің салтымызды, дәстүрімізді сақтап қалдық. Но қарасаңыз бүгін барлығын бір-біріне қарсы қойып, жаңа итті жақтайтындар, итке қарсылар. Мысалы, иттің қадірін бір білсе, осы қазақ біледі. Жеті қазынаның бірі деп кезіндегі жаңа ашаршылық кездерінде тазы иттің бір ауылды аң ұстап асыраған, аман алып қалған, болмаса ана біздің малға еріп жүрген төбеттеріміздің қадірін кезінде тазы иттің өзін қалап алып, үлкен құңға сатып алып, айырбастап алып, сондай бір қазына болған. Оны бір иттің қадірін білмейтін жауыз халық ретінде көрсетіп, жаңағы атуға бейім тұратын, сосын барлығы үрдісті жаңағы тағда блогерлеріміз өте үлкен үлес қосып отыр. Осы жаңа бүгінгі қоғамдағы қарама-қайшылықты одан ары шиеленістіруге. Отқа майы. Енді Қайнеке, бүгін жалпы енді біз өзімізді мына дамыған елдермен салыстыруға әуеспіз ғой. Бізге мысалы әртүрлі дамыған елдермен көп жерде соларға бір бағыт бағдар ұстаймыз, сол елдердің саясатына қарай. Енді мына жалпы болашақта сіз қалай баға бересіз? Осы журналистиканың дамуы, осы қоғам белсенділерінің, блогерлердің дамуы, бұл жалпы осы қайда апаратын жол? Алдымен оны да қазір айтамыз, алдымен жаңағы уағыз дедік қой, жаңа тиктокта күн сайын уағыз. Мысалы, бізде келген нәрсенің әлде қаншама заң қабылданды, бірақ әлде қабылданбайтын дүниелер бар. Мысалы, уағыз, бұл айтқанда алдымен теориясын қарап алу керек те, заңда уағызға не жатады? Уағыз деген мынадай діни, тағы басқа уағыз, сонан кейін барып, оны кім айту керек? Үшінші, ол қайда айтылу керек? Төртінші, қандай көлемде айтылу керек? Міне, егер біз осылардың бәрін реттеп алсақ, онда ана тиктокқа бір-ақ күнде тоқтап olur дей, сенің мынауың жаңағы уағызға жатады. Ал сен жаңағы білімің бойынша, нең бойынша, сен әлі жасың бойынша өлшеп қой, сен әлі уағыз айтуға жеткен жоқсың. Демек, сен біздің белгілі бір ереже, үкіметтік тарапынан ереже, биліктің тарапынан заң жаңағы. Сен мына заңды сақтамай отырсың, не болмаса мынандай бекітілген ережені сақтамай отырсың. Міне, осыны қалыптап алу керек. Біз осыны қалыптабасақ болды, онда ананың барлығы тоқтайды. Өйткені себебі Бекболат Қаржанды мысалы бәлен адамды, ұсталмаған адамды әйтпесе алмаған адамды алдым деп жаптың деді ғой. Сол сияқты ана кезген сақалсыз уағызшыны сен мынау жаңағы бізде
уағыз туралы мындай не үкімет ереже қабылдаған, не болмаса жаңағы ұлттық құрылтай заң қабылдаған, енді жылы ұлттық құрылтай заң қабылдаған, сен осының мына жерін бұзып отырсың. Демек бізге осындайды рамкалар жасап қою керек. Содан кейін рамкаға сыймаған жағдайда сен мынадан әлгі асып кеттің, сен мынандай көбің көпіршіп, жаңа айтқандай ана кенелен асып кеттің, демек сен жаңағы белгілі бір жерден етесің. Бізде әлі сол жетпей жатыр. Ал енді жаңағы нақты екінші сұрағың, журналистика мен блогерлер қайда апарып соғады деген дүние ғой. Бұл кез келген нәрсе өзі тұнады. Кез келген нәрседе біз қазақта барлығында жаңағы жаппай иномарка міну сән болды кезінде. Жаппай иномарка міну сән болды. Түгел шетелдік автокөлік ескі бола ма, қай жыл бола ма, иномарка міну сән болды. Сондай сияқты көшеде жаңағы жаппай газельмен адамдар тасу сән болды. Біртіндеп қалды. Қоғамға белгілі бір деңгейде осындай бум жаңағы қажет. Бірақ біртіндеп барып тұнады, реттеледі. Дәл қазіргі жағдайда жарыса берсін, блогер көбейсін, бірақ егер әңгіме блогерлерге ешкім ақша бермей қойса, өзіне тоқтайтын еді. Бірақ әкім өзін мақтатуға ақша береді, өтірік емес. Бір әкімнің СММщик дейді, бәленбай дейді, бір әкімнің артында 7-8 блогер отыр. Егер ақша беруді қойылған жағдайда жаңағы блогерлер өз-өзінен тоқтайтын дүние. Мемлекет жаңағы тіркелген үкіметтік емес ақпарат құралдары қалады. Блогерлер ақша алмаса қоғамға жан ашитын санаулысы ғана қалады. Олар керек, өйткені себебі олар шын мәнінде ағашты біреу заңсыз нетеді, басқа бір мектепте бір зор-зор болса қалады. Ондай ұйымдарды, ондай нәрселерді өзін керекпін дейтіндер қалады. Барлығын құтыртып отырған белгілі бір деңгейде ақша. Тіпті мені мақтатуға өзімді мақта демеймін, бірақ сізді қаралдауға ақша беремін. Көбінде сөйтеді ғой. Рас қой. Міне біз осындай жағдайда енді шеттен келетін ақшаны жаңағыдай белгілі бір құқық қорғау органдары, қауіпсіздік қызметтері анықтауы мүмкін, анықтай алмай да жатқан шығар. Екінші жағдайда біздің бәрін құртып отырған ана әкімдердің өздері, бәленбай блогерде бұрынғы жағдайда бір газеттің тілшісі мен фототілшісі жететін. Анау облыстың бірінші хатшысына жаңағы газеттен бір фототілші бар, бір журналист бар, жетеді. Қазір 10 шақтысы күтіп тұрады, 5-6 еріп барады. Осыны қою керек, осыған тыйым салып шектеу керек. Жеке ұстанымға қатысты ғой. Әкімдер енді осыдағы ойымда айтып кеткен ылғи мен осындан сұрайды. Әкімдерге керегі 2 жылғы нәтиже. Өйткені себебі 2 жыл қызмет атқарып, мынаны істеп кет, мынаны салып кет. Ағаны 30 жылдықты ойлайтын әкім бізде жоқ. Шын мәнінде егер біздің 30 жылдықты ойлайтын әкімдер болса, бізге даму мүлде басқадай болар. Мен Алматы мысалында айтайын. Жаңағы сен Сайын көшесін ұзарту керек пе? 50-60 үйді сен қиратып компенсация төлеуің керек. Төле би көшесін ұзартуың керек пе? 60-70 үйді сен қиратуың керек. Егер болашақта ойлайтын әкімдер болса, кейін мынарақ үлкен жол түсеті ғой, соған сақтап қояйық деп ана жерді бермеген жағдайда біз ана үйлерді қиратуға үкіметтің аша шықпайтын еді. Қаланың бүйі шықпайтын еді. Міне болашақты ойламау, қазіргіні осы сәтті ойлайтын үлкен мысал, біз соған ақша төлеп жатырмыз. Егер болашақ үйлесе, мынау қала үлкейеді, Абай көшесі созылады ғой. Демек ана Абай көшесінің қаланың шегіндегі жаңағы екі жақ жаңағы арақашықтығын соғалып сақтап, соған үй салдырмасақ, күндердің күнінде ана көше түсетін еді ғой. Рас қой, біз оның орнына қазір миллиардтарды бөліп, триллион бола ма, миллиард бола ма, анүйлерді біз алып тастамыз, ана көшені салдым. Міне бізде болашақты ойлап жұмыс істейтін адам жоқ. Нақты мысал жаңадан көрінді. Осындай жағдай, сондықтан бұл мен бірді айтып бірге еттім әкімдер. Енді жаңаға келсек, бұлар қайда апарып соғады деген келсек, еркіндік, мүмкіндік белгілі бір деңгейде берілді, бірақ кейін қыса бастайды. Өйткені себебі мына кеме су астында жартасқа соғылмау керек қой. Көрініп тұрған жартасқа сен так соғылмайсың. Сол сияқты ана блогерліктер бізде жаңағы мемлекет үшін су астында жартасқа айлана бастады. Қай жерде сен соғылатынын білмейсің, сондықтан оларға ептеп жаңағы көрнекілік үшін деген сөз бар ғой, бізде кейін журналистер жазатын болды, өзі журналистер қызық көрнекілік үшін дегенді, немесе жаңағы
тағы да басқа бірнеше сөздер ойлап тапқан сөздер бар. Әлгі қолжетімді деген сөз. Қолжетімді дегеннен гөрі арзан деген, алуға лайық деген, сұранысқа лайық деген жоқ. Бәрі қолжетімді. Сол сияқты көрнекілік деген жаппай кетті ғой. Көрнекілік үшін жеке деген блогерлерді жауып жатса, ол да қажет шығар. Екінші жағынан бірақ әділ болу керек. Егер шын мәнінде жала жабылса, ол жаңағы сот алдында жауап беруге қамалуға нетсе. Егер жала жабылмай көрнекілік үшін етсе, ол енді онда біздің тараптан асырасылды. Демек, белгілі бір жағдайда бұл өзі осылай лағып кетті, бірақ біртіндеп басылады. Біртіндеп өзі тынады. Айтқандай, ақша ештеңе бөлінбей қойса, ешкім қаржыландырмасын, не істейді? Бір күн айғайлады, екі күн айғайлады. Ашынан жаны ауыратын адам жаңағы әуезіп, қандай жағдайда абайға жаны ауырды, қандай жағдайда болсын, қиын жағдайда болсын, ана 4 роман жазып шықты. Міне осындай жаны ауыратын адамдар өзі онсыз қалады, олар онсыз істейді. Ақшаға істейтіндердің бәрі тоқтайды әңгіме, ана ақшаны тоқтатуда. Бұл жаңағы мысалы көрермендердің жалпы блогер туралы біз мысалы агроблогер дейді. Қарап отырсаңыз, малдың тұқымдары, оның ұстау жағдайлары, малды бордақылау, басқа өте үлкен ақпаратты мысалы бүгін аласыз. Ол пайдалы. Ол пайдалы, керек. Автоблогер дейді. Бүгінгі мынау деген ұсыныс деген бүгін көбейіп кетті ғой. Бүгін Қытайдың көлігі, басқа көлік, соның арасынан таңдап алуға мүмкіндік береді. Бүгін жас мамандар мысалы мына Торғайдың қудаласына барып, қаланың баласы үлкен жаңа ферма салып, соның өзінің жолыменен бөлісіп жатыр. Ертең осындай қазақтың даласы малға толтырайық деген. Мен бұл азаматтарды мысалы қолдаймын. Ниеттері бар. Ал енді мына елдің ішін бөлуге, жаңа саясат, ұлттық мүддеге қарсы шығып жатқан мысалы блогер әңгіме сол туралы болып тұр. Жалпы ондай мысалы қазір өз кез келген нәрсенің техникалық шешім іздесеңіз кіре қойсаңыз тауып аласыз. Тауып аласыз. Құрылыс болсын, басқа болсын, әркімнің тәжірибесімен бөлісіп жатады мысалы кәсіби мамандар. Оларға көп рахмет. Дұрыс, бұл жағдай. Қайнеке, енді мынау бүгінгі уақытыңызды бөліп, біздің шаңырағымызға келіп, осылай ойыңызды айтып жатқаныңызға көп рахмет. Бұл бізді тыңдап отырған журналист қауым болмаса жаңағы блогер қауымда әркім өзіне керектісін алады деп ойлаймын. Енді бір нәрсені айта кетейін, бірақ қысқа нәрсені журналистерді оқыту, даярлау. Жалпысында бізде көп дайындайды деп сөйлейді, шын мәнінде даярлау, маман даярланады, жем-шөп, отын су дайындалады, зат дайындалады. Туылғанмен туған сияқты әңгіме ғой. Енді мамандар біз қалай даярлау керек? Мына жаппай журналистика факультеттерінің әр жерде көп болуы бұл өте сапалы журналистикаға қатты зиян тигізді. Мен айтар едім, журналистика факультет, журналистиканы оқыту Қазақстанда бірнеше әр облысқа қайтадан тоқтатылып, лицензиялау нелері алынып бір жерде өткен себебі дәл қазір бұл ұлттың ішінен бөлінуіне өте қатты қиын болып тұр. Мысалы, Қостанайда оқытады, Қостанайда ғана қала дейтін Қостанайда оқыды журналистиканы, Түркістанда, Шымкентте оқыды, Түркістанда қалады, Ақтөбеде оқыды, Батыс Қазақстанда қалады, Өскеменде оқыды, Шығыс Қазақстанда қалады. Журналист халыққа ортақ болу керек. Баяғыдағыдай екі жерде журналистика болса, сен жан-жақтан келіп оқисың, 3 жыл оқы, 4 жыл оқылы бағдарлама ойлансың, бірақ сонан кейін жаңағы жан-жаққа қайтқанда сен ортақ білім аласың. Қазір Шымкентте оқытады, жаңағы оңтүстік Қазақстанның тілімен ғана сөйлейді. Өскеменде оқыды, Шығыс Қазақстаннан ғана сөйлейді. Ана ұлттың араласуынан гөрі ұлттың бөлуіне жер-жердегі жеке-жеке журналистика факультеттері үлкен зиян. Бұл өте қиын. Демек, арғын ойлайтын болсақ, журналистика факультеттері ірі екі қалада ғана қалу керек. Астана, Алматы мысалы қалу керек. Журналист болам дегендер сонда келіп оқыту керек. Демек, үкімет грантты көбейту керек. Олардың оқудың гранты жаңағы әр анда 5, анда 10, анда 15-тен бөліп, мұнда 300 грант па, мысалы, анда 300 грант па, бізге жылына 600 жылына жететін болса, оны 6-ауын Шымкентте, 7-ауын Петропавлда оқытқаннан гөрі, анау үлкен оқу орнына грант беріп, сонда сапалы білікті мамандар оқытады. Анау жергілікті маман оқытады, жергілікті жердің сөзімен сөйлеп, жергілікті жерде қалады. Бұл ана бөлінуге, жіктелуге
үлкен жаңағы алғы шарт соның негізі болып тұр. Оны ұмытып, қайтадан жаңағы совет замандағы сияқты бұрын Казгуде бірақ журналистика бүкіл Қазақстанға, біз Қазақстанның 19 облысынан келіп оқыдық, 19 облысқа бар жұмыс істедік, 4 жыл, 5 жылдың ішінде біз ортақ тілге келдік. Ана ояқ бұяқты ұмытты, біз пыстыны оқытып, пысты деп сөйлейтін болдық. Ана жақ әлі не зат дегенді ұмытты, бұл не деп сұрайтын болды. Демек, ана журналистің 5 жыл оқығанда сенде ортақ қазақ тілі қалыптасады. Сонан кейін ортақ қазақ тілін сенде алып кетесің. Ал қазір Түркістанның тіліндегілер Түркістанның ғана ақпарат оқиды, Түркістанда ғана қызмет істейді де. Бұл сол жақтың сөзімен сөйлейтін. Демек, тілдік бөлінуге, мына психологиялық бөлінуге, ұлттық ойлаудың жаңа бөлуіне ұсақ журналистика факультеттері, кей жерде факультет демейді, бөлімше дейді, көбін бөлім дейді, сол бөлімдер соның қолына су құйып отыр. Біз ұлттық тұтастықты жаңағы айтқандай алдағы 20 жыл, 30 жыл ойласақ, журналистика факультетінің лицензиясын көбейтіп, 2 оқу орнына беру керек. Есесіне көп қылып беру керек. Ана 6, ана 5, ана 10 алу керек те, мынаған 200-300 қылып бірақ беру керек. Осындай дүние. Алдағы уақытта осында Ақжол партиясы көтереді ғой деп ойлаймын. Рахмет Қайнеке. Рахмет. Өзіңіздің кәсіби пікіріңізді бөлісіп, бүгін осындай тілектеріңізді көп рахмет. Сен журналистер болады, журналистер сөйлейді. Себебі журналистік пікіріңізді бөлісіп, қазір пікірлеріңізді бөлісіп, нені бөлісесің, сұрақ қойылмайды. Нанды бөлісесің, суды бөлісесің. Бұл табыс септігі. Бізде табыс септің бұрыннан көмектес септігімен сөйлейтіндер көрді. Сенің жаңағы пікіріңізді бөлісіп дегенмен риза болдыңыз. Әйтпесе басқалар журналистермен пікіріңізбен бөліседі. Сауатсыз. Енді қазір қазақ тілін оқытпайды. Журналистің жаңа өзіңіз айтқандай мамандығын арнайы игермегенмен елдің ішінде қазақ қоғамында өстік қой. Көп рахмет. Жақсы. Аман болыңыздар. Алдағы сайлауларда партияларыңызға жақсы үлкен табыс тілейміз. Рахмет. Әумин. Енді не істейміз?